Аты жөнім Нұрсәуле Жұмағұлова, Түркістан облысы Түлкібас ауданында тұрамын. Мамандығым тарих пәнінің мұғалімі. Мектепте жұмыс жасаймын. 2 баланың анасымын. Курсты ойламаған жерден Инстаграм қарап отырған, сол сентябрьдің бас айында Дәулеттен жаңағы постын көріп отырған едім. Сол жазып қойыпты. Уақыты бар адамдар, бұл уақыттарыңыз болса, тендермен айналысыңыздар деп жазғанда, ары қарай прямой эфир бар екен. Сонымен отырып алып, прямой эфирді көрдім. Примерно 1 сағат болған, сол сізбен шыққан прямой эфир екен. Соңына дейін көрдім, бәрін тыңдап, сіздің сөзіңіздің бәрін тыңдадым да, сол жерде сіздің парақшаңызға жазылып, ары қарай жаңа WhatsApp-қа шығып, дайрекке шығып, сонымен сөйлесіп, сол күні кешке уже курсқа жазылдым. Ертесіне кешке уже курсқа доступ алып, оды бастап кеттік. Курсқа сіз кәсіпкер болып келдіңіз ба, кәсібіңіз болды ма, қалай, ИП-іңіз болды ма? Жоқ, мен оны ешқандай кәсіпкер болған емеспін, ИП ашылған емес менде. ИП-ні қалай ашуды да білмейтінмін, просто елдерден еститінбіз, ИП ашып жатыр деп. Сонымен басында бір жүрексіндім, үйдегілердің ешқайсысына айтқан жоқпын ең басында. Сонымен курсыңызды үйде отырып, онлайн ноутбукпен оқып отырып, үйде отырып ИП аштым. Үйде отырып юридический лицоға жаңағы счет аштым, банктен ИП-ның счетін. Сонымен үйде отырып госзакупке тіркеліп, сол где-то 1 аптаның ішінде курстың оқып, уже госзакуптың сайтына кіріп, заявка беруді бастап кеттім. Басында сәл қорқыныш болды, бірақ өзімнің районнан бастадым заявканы. Бірінші тендерді Тараз қаласына берген заявка. Сол жақтан ұттым. Строительный материалдар бар екен, көп емес, аз суммада. И хозяйственный товар, шаруашылық товарлар мен стройматериал. Аз суммада заявка. Сол жақта ұттым, ең бірінші ұтқаным. Тараз қаласынан болды. Ұтып, оны Шымкент қаласынан алып, ол заттарды Тараз қаласына апарып, беріп қайттық, күйеуіміз екеуміз. Күйеуіңізге қашан айттыңыз курс оқып жатырмын? ИП-ні ашып, счетті ашып, уже госзакупке тіркеліп, сайтта деп қарап отырған кезде жайлап айта бастадым. Осындаймын затты қанша бағасы, ауылда жаңа стройматериал сататын магазиндер болады ғой. Оның біразын жаңа күйеуім таниып, таныстары бар, солардан звондап сұрашы, мынаның бағасы қанша екен деп, сол именно сол Таразда ұтып алған ішінде жаңа валик бар етін, стеклорез деген болады, жаңа әйнек кесетін. Сондайлар бар етін. Сол заттардың бәрін жаңа күйеуіме айтып, ол стройматериалда істейтін жаңа танысына звондап, сұрап берді, жайлап түсіндірдім. Міне осындай бағада берді, қара. Біз осыншай бағада алсақ, ортасында үстінде ақша қалады екен. Апарып берсек болды деп жайлап түсіндірдім. Қабылдады, үндеген жоқ, деп көріп, өзі де интерес пайда болып, күніге жаңа сұрап, не істеп жатсың, госзакупың не болып отыр, тендерің не болып отыр деп сұрап басында. Солай бастадық. Керемет. Ауылдың жаңағы ауылдағы магазиннен көрдік қой, бағалардың бәрін біліп алып ек. Шымкентте бұдан да арзан бұл бағалар деді. Шымкентке өз алып барды мені. Шымкент мен ауылдан ала саламын да, ары қарай Таразға апара саламын деп ойлап отқам. Шымкентте бұдан арзанға келеді бұл деді. Бір бос күнімде, жаңа сабағым жоқ, бос уақытында Шымкентке барып, особенно воскресенье күндері ғой, барып, алып, сабағым жоқ, бос уақытында Таразға барып, тастап келеміз екеуміз. Қанша уақыттан бері сіз госзакупты оқып жатырсыз? Қанша күн? Қанша тендерге заявка бердіңіз? Және де қанша тендер ұттыңыз? 14 тендер ұттым. Менде 14 накладной тұр өйткені. 20 күн жұмыс істедім. Ал курсты 1 апта, 10 күн 1 апта оқып, ортасында задержка болып қалды бізде, жаңағы банктың счеты ашылмай задержка болып қалды. 3 күн ба? Оны қоспағанда 1 апта оқып, 1 аптадан кейін уже заявка тастай бастадым. Сол заявка тастаған күнмен 20 күннің ішінде 24 заявка тастап, соның 14-ін ұтқам.
Сонда получается 20 күннің ішінде сіз 14 тендер ұттыңыз, дұрыс па? 14 тендер. Күніге заявка бере берсең, хотя мысалы мен 5 заявка берсем, 5 заявканың жоқ дегенде екеуін, үшеуі уже ұтасың. Ал енді тендерге қанша уақытыңызды бөлесіз? Қай уақытта тендерге заявка бересіз? Тендерге, мысалы өзім жұмыстан келгеннен кейін тамақ істеп, тамақты ішіп, барлық жұмысты бітіргеннен кейін сағат түнгі 10-нан кейін бастаймын мен көбінесе. 10 мен 12-нің арасында 2 сағат қараймын. Айтыңызшы, тендерді парасыз, таныссыз, ешқандай аға көкесіз ұтқан қалай екен? Қандай сезімдесіз? Жақсы, керемет. Басында қорыққам, күмән болған, бірақ ұтып жұмыс істеуге болады екен. Әрекетке берекет демекші, адам әрекет етіп, қимылдап жұмыс істесе, ары қарай жұмысты алып кетуге болады екен. Болады, жақсы нәтижеге жетуге болады. Ешқандай парасыз, заң аясында тендерді ұтып, жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Курс жайлы не деп айтасыз? Сабақтар түсінікті ма өзіңізге енді? Сіз нөлден бастап жатқаннан кейін сізге қиын болды ма, болған жоқ па, қалай? Курс барлығын нөлден бастап бәрін айтып бергенсіз, ешқандай қиындығы жоқ. Курс туралы ешқандай сұрақ қоймай, бәрін сол айтқан видеоңызды қайта-қайта қарап отырып кірдім. ИП-ны да солай аштым, ешқандай кейбіреулер мысалы соңға барып ашып жатады, көмек сұрап жатады, банкке барып счет ашып жатады. Еш жаққа барған жоқпын, сол сіздің айтқаныңызға қарап отырып, бәрін пошаговый айтып бергенсіз, сол бойынша істедім. Бәрі түсінікті, өте керемет түсірілген видео. Рахмет сізге, өте грамотно түсірілген. Істеймін деген шын ниеті бар адамдар бәрін қарап отырып істеуге болады. Мен мысалы осы жаңағы қатысатын кезде тендерге ақшам жоғатын, айлық алатын уақыт емес, айдың ортасы. Жаңа тарифқа кіріп, қосалқы тіркелген кезде қалтамда 5-ақ мың теңге бар еді. 5 мың теңгені тарифқа жаңағы салып, кейін ұтқан тендерімді барып, осы жерде өзіміздің магазиннен ала саламын, қарызға сөйлесіп деп ойлаймын. Қалтамда 1 тиын ақшам жоқ еді, шынымды айтсам. Ең бірінші тендер ұтқан кезде. Ақшам жоқ болса да қорықпай тендерге заявка тастадым. Көбісі ойлайды, тендерщиктер осы бір бюджеттің қаражатын бөліп отырады, түк істемейді, үйде отырады осылар нелер, парақорлар деген бір ой бар да, біздің халқымызда, кейбір адамдарда. Сол кісілерге не деп айтасыз? Адал еңбекпен табылатын ақша ма бұл жерде, қалай жеңіл келетін ақша ма, өзі қаласын айтып берсеңіз? Адал еңбек. Олар да жауап береді алған ақшасына, мысалы коррупция болып кетеді деп барлық жаңағы жіберген олардың жаңағы заказдарын тексеріп отырады екен. Олар да заказ жібергеннен кейін ертерек ақшасын аударуға тырысады екен. Ертерек аударып ақшаны, отчетты, әр айдың отчетін жауып отырайық, алған затымыздың отчетін деп. Олар да жауапкершілікпен қарайды. Өйткені бұл мемлекеттің ақшасы болса, ешкім олай-бұлай жұмсатып қойып қарап отырмайды. Прокуратура бар, жаңағы финансовый отделдар бар қарап отыратын. Ал енді сіз 250 дамайсыз, 250 порошок туралы айтып беріңізші. История қызық болып тұр маған. Бір күні кірген едім Госзакупке, бір балабақша Шымкент қаласында. Көп заявка тастапты. Порошок, доместос, освежитель бар, краска бар, порошок ручной, порошок автомат, саяқ жуатын гель, көп зат бар екен оның ішінде. Бір 10-нан асып кететін заявка тастаған, бәрін отдельно заявка тастаған. Бір заявканың ішінде емес, әр лотқа отдельно заявка тастаған. Бөлек-бөлек. Сол мен өзім таныс қыз бар етін жаңағы оптовый ценада алдым. Оған звондап, WhatsApp-тан жазып, бәрін бағаларын біліп алдым да. Заявка тастадым. 10 лотқа, 15 лотқа сондай едім. Бөлек-бөлек бәріне заявка тастаған едім. Соның ішінен ең бірінші 3-еуін ұттым. 250 порошок миф, ручной порошок. 200 штук освежитель, 3 штук доместос. Бәрі ұттым деп оны торговый домға бардық. Қазына деген торговый дом бар, оптовый цена көп, арзан. Сонымен бутикке бардық, аламыз деп. Сонымен барып алып, енді алайық деп тұрмыз ғой. Сөйтсек, ташкамен ташкүтір дейді да. Сол кезде бар менің миыма кірген ғой, 250 порошок деген
ташкы болмаса қолмен тасу мүмкін емес екен. Оған дейін мен ойламаппын 250 порошок қандай ол көлемде. Как будто қолыма ұстап кете беремін деп ойлап барғанмын ғой, по-моему. Содан Сонымен ташкеге бір қарадық, кішкентай ташке екен. Сонымен коробкамен бір коробканың ішінде, по-моему, 12 штук порошок болады. Ана коробкалерді ташкеге тиеп бір рейс апардық күйеуіміз екеуміз. Торговый домның ішінен шығып, лестницалардан оны түсіріп, оны пачкамен де тіркелген неге, тачкаге. Оны қисайып кетсе құлайды, оны жіппен байлап қойғанбыз. Түсіре ма, лестницадан сөйтіп жатсақ, өтіп жатқан жігіттер еркісілер көмектесіп жібереді. Лестницадан түсіріп алып, стоянкаға қарай сүйреп алып барып, машинаға салып, солай 4 рейс жасадық қой, стоянкамен торговый домның ішінен ары бері жүріп. Күйеуім жынданып, мектептен шыға салғам, мектеп киіммен, үстінде рубашка, юбка, ташкайда жүрміз ғой, стоянкаға қарай. Содан 4-5 рейс жасадық. Зорға дегенде апарып машинаның ішіне салып, ол машинаның артына салғанымыз толып кетті машинамызға, машинамыздың ішіне салдық. Доместесіміз дәу-дәумынандай 1 литрліктер ма, сондай ыдыста ғой. Сонымен бәрін алып, машинаға артып алды, сразу балабақшаға прямой апарып тастадық. Өйткені ол сол күні үлгермесек, ертесіне ол сумка машинамызда жүреді ғой, ертесіне ауылға қайтып кетеміз. Сразу балабақшаға звондап, кетіп қалмаңыздар, біз қазір барамыз деп. Уже 5 болып бара жатыр сағат, пробка басталайын деп тұр. Сөйтсек, олар 6-ға дейін жұмыс істейді екен. Сонымен барып, жолда уайымдап кетіп жатырмыз ғой, мә сағымнан бәрін мейлі бірдеңе артып алдық. Қалай түсіреміз қазір? Ол балабақшаның кіреберісіне ішіне қалай кіргіземіз, сырттан түсіп қалсақ деп уайымдап бардық та қарасақ, вартасы ашық тұр екен. Прямой вартасынан ішке қарай кіріп кеттім, өзім за рулем едім. Сөйтіп кіріп деп қарасам, төбеден айқайлап жатыр екінші жерден бір жігіт. Не алып жүрсіз машинамен, кірмеңіз ішке деп қояды. Біз зат алып келіп едік деп мен айқайладым мына жақтан. Госзакуп па деді сонымен. Иә дедім. Сонымен қазір шығамыз деп ол жігіт шықты, сол жігіттің өзі екен қабылдап алатын бухгалтер. Онда мына жерден емес, арт жаққа қарай жүріңіз, арт жақтан прямой жақтан түсірек, складымыз арт жақта деді. Машинамен балабақшаның артына айдап алып бардық. Тура складтың түбіне сол жерге түсіріп бердік, өздері жаңағы жігіттерді шақырып, өздері түсіріп алды. Ол хорошо, сол өздері түсіріп алды. Сөйтіп тапсырып қайттық. Сонымен тапсырған кезде ол жігітке де рахмет, молодец жігіт екен жаңағы. Бүгін барып акт төлсеңіз, ертең сізге ақшаны аударып жіберемін, сразу аударып жіберемін деп. Сразу аударып жіберді ертесіне ақшаны. Аместос апарам деп шаршадыңыз ба? Шаршап беліміз ауырып, ертесіне не қылып қалдық қой? Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер.